көк көйлек киген құрбыларым да бар. Бақдәулет деген, Нұрдәулет деген кластастарым да бар. Армысыздар. Сіздерді қайдам? Өзіме үгіт насихаты жүріп жатқан осы сайлау қазақтың үлкен тойы сияқты көрінеді. Әр кандидат ақ көйлек кигенін, көк көйлек кигенін, Бақдәулет пен Нұрдәулет деген қолдаушылардың бар екенін, ақ пакет пен көк пакеттегі сарқыттарын айтып таусалмай жатқандай. Қазақ ұғымында той әрине қуаныштың, баршылықтың белгісі, сондай-ақ қандай да бір жетістікке жеткенін көпшілікке көрсетудің, бата тілегін алудың амалы. Бірақ тойдың да тойы бар. Бұл той мен үшін Шымкенттің тойындай. Артық айтсам айып етпеңіздер, Шымкенттің тойын білесіздер. Тос сөйлеген қонақ қайтайын алып барып, дастарханның басына отырмайды. Сол өңірдің тілімен айтқанда, той анасын берген соң, билеген күйі тойханадан шығып кете береді. Ал тойда айтқан тілек пен ниетті тыңдап жатқан көпшілік жоқ. Өтіп жатқан сайлауда тура осындай. Бұл тойда біз бір мандатты округтен түсіп жатқан кандидаттардың тартысын ғана қызықтап отырмыз. Ал саяси партиялардың бәсекесі мен дақпырты көлеңкеде қалып қалғандай. Әлбетте, бұл сайлаудың басты жаңалығы ол өзін-өзі ұсынып, додаға түсіп жатқан бір мандатты кандидат. Олардың арасында елге танымал, көпшілікке белгілі, халық қолдайтын тұлғалар жеткілікті. Бірақ оларға парламент мәжілісінің 30% ғана орны тиетін естен шығармаған абзал. Яғни мәжілістің басым бөлігін 70% құрамын саяси партиялар жасақтайды. Демек, парламентте қабылданатын кез келген шешім мен құжат сол партияның қолында болады. Әрине, саяси партия туралы сөз қозғағанда, ай қойшы соларды деп теріс айналып кететіндер көп. Бірақ атақты Қош бол медеу киносы есіңізде ме? Бұл не масағың? Түзу түйе табылмады. Бәрі осындай қисық. Өзіңіз керек дедіңіз. Әйгілі артыс Құдайберген Сұлтанбаев айтпақшы, түзу түйе жоқ. Саяси партияларда сондай. Бәрі шеттерінен қисық. Негізі бізге о баста саяси партияның түзу жүйесі керек болған еді. 2000 жылдардың ортасындағы саяси технологтар мемлекеттік басқару мен парламенттік жүйені дамытудың дұрыс жолы ашық бәсекеде саяси партияларды қалыптастыру деп білді. Өйткені мажоритарлы жүйемен бір мандатты округте сайланатын депутаттардың көпшілігі рушылдықпен, ақшаның күшімен немесе әкімнің сөреуімен мандат алып келді. Және олар депутат болған соң сайлаушылардың емес, өздерінің қолдаушылардың қолына су құйып берумен ғана отырды. Осы қисық жолды түзеткісі келген саяси технологтар партиялық жүйеде азаматтар бір-екі жетекші тұлғаға емес, ортақ идеяға бірігеді. Партия халық қолдауына ие болу үшін аймақтардағы жұмысын жандандырады. Сол арқылы жергілікті жерлерде ашық бәсекеде нағыз белсенділер шыңдалады. Партиялық тізімге елге еңбегі сіңген жандар қосылады. Сөйтіп, азаматтық қоғамды дамытады. Азаматтар рушылдықтан кетеді, мемлекеттік құндылыққа мән береді деп сенді. Сол жылдардағы саяси партияларда белсендеді. Жас түріктер ақ жолдың туының астына бірікті. Мұхтар Әблязов пен Ғалымжан Жақиянов бастаған демократияшыл таңдау қозғалысы қарқын алды. Жармахан Тұяқбай бастаған социал-демократтар ЖСДП қанатын қатайтып, құшағын кеңге жая бастаған шақ еді. Билікті қолдайтын Дариға Назарбаеваның Асар, Азат Перуашев басқарған Гражданская, Латифундис атанған Ромин Мадиновтың аграрлы партиялары отанға жұтылып кетпей, Нұр Отан болмай тұрған шақ еді. Алайда, саяси партия жүйесінің ашық бәсекеде дамуын билік қажет етпеді. 2007, 2012, 2016 жылдары ешқандай талас тартыссыз мәжіліс сайлауын өткізіп, өзіне ыңғайлы саяси партияларды ғана іріктеп алды. Билік бұл науқандарда дегеніне жеткенімен халықтың сенімінен айырылды. 2021 жылғы сайлауда елдің назарын аударту, көңілінен шығу үшін Нұр Отан партиясы праймериз атты уақытша амалды ойлап тапты. Ал биыл өтіп жатқан сайлаудың жаңалығы бір мандатты кандидат және 7 саяси партия. Осы 7 партия бізге жоғарыда айтып өткен кинодағыдай қисық түйе болып тұрғандай. Өйткені бар осы. Және бәрі қисық, түзуі жоқ. Ал алдымызда 2 таңдау ғана тұр. Бейнелеп айтқанда не біз осы 7 түйені таңдап жүріп мінеміз, сөйтіп халықтың жұмысына шегеміз, не бұлар біздің мойнымызға мініп басыл болады. Сонда алданбау үшін не істеу керек? Мынау не? Шөлдаланың көлігі керуен деген осы. Мынау кім? Алдағы 5 жылдағы саяси керуенді осы партиялар жүргізеді. Ал олар қазір бізге не айтып жатыр? Негізі осы сайлаудағы ең маңызды сұрақ осы болу тиіс еді. Өйткені ертең жеңіске жеткен саяси партия мемлекеттің болашағы мен халықтың аманатына
конституциялық жауапкершілік алады. Сайлау, дауыс беру сол конституциялық жауапкершілікті рәсімдеп беретін үрдіс. Қарапайым тілмен айтсақ, бұл енді халық пен партияның 5 жылға келісімшартқа отыруы. Партия халықтан дауыс пен сенім сұрап отыр, ал оның қайтарымы ретінде халық үшін ананы, мынаны істейміз деген бағдарламасын ұсынады. Демек, олардың алдап, лақтырып кетпеуін өзіміз қадағалауымыз керек. Сайлаушы 7 партияның еш қайсысын жақтырмаса, бұрынғыдай емес, бұл жолы бәріне қарсымын деп қарсы дауыс беруге болады. Бұл жақсы өзгеріс. Болмаса бір партияны таңдайды. Таңдаған партиясы көпшілік дауыспен жеңімпаз атанса, онда ол сайлау алдында жарияланған бағдарламасын орындауға жауапты. Ал олардың бағдарламасы қандай еді? Қызыл сөзбен жазылған бос ұран ба, әлде нақты көрсетілген шаралар ма? Қарапайым сайлаушы көп жағдайда саяси партияның бағдарламасын іздеп әуреге түспейді де, арнайы жиындарда тыңдап та қарық қылмайды. Мұндайда өркениетті елдерде саяси партиялар саяси дебат арқылы халыққа бағдарламасын түсіндіріп, таныстырып жатады. Және ондай дебат сайлау кезінде ғана емес, жай күндерде тоқтамай жүріп жатады. Ал бізде ше, бұрынғы сайлаулардағы дебаттарды дебат деп айтудың өзі ұят. Ал бұл сайлаудағы саяси дебатта әділдігін айту керек, ілгерілеушілік те бар, жұртта қалған күшіктей бір орында айналып жүру де бар. Мысалға, саяси дебатта алғашқылардың бірі болып YouTube'та ел медиа мен Орда Кезет арналары бастады. Бірақ оларда осы күнге дейін дебаттарға негізінен бір мандатты округтен сайлауға түскен кандидаттар шықты. Бастапқыда қарқыны қатты көрінгенмен, кейбір кандидаттар дебатқа шығудан бас тартып та жатты. Қысқасы, жағадан алып төскөрлеген, бір-бірімен қырылысқан кандидаттар көрінбейді. Оларды да түсінуге болады. Өйткені YouTube арналары негізінен Алматы мен Астанада ғана, ал осы қалалардағы бір сайлау округінде орта есеппен 15-тен жоғары кандидат түсіп жатқан ескерсек, олардың бәрімен айтысып отыруға уақыттарда жетпейді. Сондай-ақ, медиа азамат Нұрсұлтан Құрман атты YouTube арналары саяси партиялар арасында дебат жүргізіп көріпті. Әрине, бұл арналар жеке редакция немесе жеке азаматтардікі болғандықтан, олардың тақырып пен спикер таңдауы, спикердің келу-келмеуі, дебатты жүргізу мәнері, студияның безендірілуі, видео мен дауыстың сапасына қатысты қандай да бір сын айту қиын. Бірақ жеке азаматтармен де, саяси партия өкілдерімен де жүргізілген дебаттардың қаралымы соншалықты көп емес. Ел медиа арнасының жетекшісі Гүлжан Ерғалиеваның өзі бұл құбылысты ашық жазып мойындап отыр. Яғни әсіресе саясиланған деп сипатталатын YouTube көрермендері саяси дебатқа қызықпайды, немесе жоғарыдағы арналар дебатты дұрыс жүргізе алмады деген сөз. Өзің неге жүргізбедің деп сұрайтын болсаңыздар, айта салайын. Біздің оған техникалық тұрғыдан шамамыз жетпейді, түсірілім жасайтын кеңсеміз де жоқ. Ал телеарнадағы дебаттың жағдайы қандай болып жатыр? Мырзалар, осымен тоқтаймыз, кезекті береміз. Регламентті қатаң түрде сақтаңыздар, мырзалар. Орталық сайлау комиссиясы саяси партия өкілдері үшін 3 дебат белгілеп беріпті. Біріншісі бұған дейін 1 наурызда Қазақстан ұлттық арнасында өтті. Екіншісі 10 наурызда КТК арнасында, үшіншісі хабарда өтпек. Бірінші дебатты көрдік. Формасы жағынан алып қарағанда ұнағаны дебат тікелей эфирде өтті. Бұрынғыдай 5 сағаттық монтаж, кесу, қырқу деген жоқ. Бұл ілгерілеушілік. Телеарна эфирі созыла беретін резеңке емес екенін ескерсек, спикерлерге берілген сөйлеу уақыты, сұрақ қою уақыты, талқы уақыты, дауыс беруге шақыру уақыты көңілге қонымды. Ал мазмұнды жағынан алып қарағанда кемшіліктері көп. Мәселен, әшейінде ешкімге сөз бермейтін Байтақ партиясының жетекшісі Азаматхан Әміртаев тікелей эфирде берілген 2 минуттық уақытын рәсуа жасап алғанын өз басым түсінбеймін. Негізі, кез келген телеарнаға жарнама бергіңіз келсе, ол удай ақша, қымбат. Минутының өзі кем дегенде 1 миллион теңгеден асады. Саяси партия жетекшісі өзіне берілген осындай тегі мүмкіндікті дұрыс пайдалана алмағаны түсініксіз. Ал Қазақстан халқы партиясының атынан келген Асқат Асылбековтің мақсаттарын қағаздан оқып тұрғаны тіпті ұят. Өз басым жалындаған жас буынның өкілі деп сипатталатын Республика партиясының өкілі Сырымбек Таудан ерекше бір жаңалық күткен едім. Бірақ ол білген айтқысы келмейтін озат оқушыдай ұялып тұрғандай, немесе шешініп алған соң суға түскісі келмей тұрған жандай көрінді. Бізден басқа оппозиция жоқ дегеннен аспаған Нұрлан Әуесбайдың қарсыласының қабағына қарап сөйлеуі, парламенттегі нағыз оппозиция бізде кеуде қаққан Берік Дүйсенбиновтың салғыласуы спикерлердің дебатқа дайындықсыз келгенін көрсеткендей. Ал Аманаттың өкілі Елнұр Бейсенбаевқа айтарға сөз жоқ. Қайда қалдыңыздар? Егерде екі басты жағдай болған кезде.
Қостанайда қайда болдыңыздар сіздер? Аралда, Арыста қайда болдыңыздар? Мақтаралда біз сіздердің бірде біріңізді көрген жоқпыз. Тек қана жалаң ұран. Шынымды айтсам, мен өзім осы жігіттің айтқандарын қолдай бермеймін. Бірақ мына дебатта бірінші рет оған жаным ашыды. Әділдігін айту керек. Бұл пікір сайыста ол қағып тастайтын жерде қағып тастады, іліп алатын жерде іліп алды, нақты дерек келтіретін жерде тосылмады. Алты партияның өкілі жабылып кетсе де таланбайтын төбеттей дөңкиіп тұрды. Ал неге жаным ашыды дейсіз ғой? Ол бүгінгі аманат, кешегі Нұр Отанда нақты қарсыластың жоқтығы. Бұл аманат мықты деген сөз емес. Бұл қайта осымен аманат әлсіз дегенді білдіреді. Әлсіздердің арасында мықты болу, ол енді мақтанатын дүние емес. Бірақ амал не? Біз әзірге осы қисық 7 түйені, яғни 7 партияны таңдауға, сайлауға мәжбүрміз. Ал бұлардың артып алған жүгі қандай? Бағдарламасында не бар? Өткен дебатта аманат біраз жоспармен бөлісіп үлгерді. Алайда әділдігін айту керек. Олар атқардық, атқарамыз деген шаруаның көбі президент жолдауында айтылған тапсырма ретінде қойылған дүниелер. Яғни президент пен үкімет бағытының жақсы жақтарын иемденіп алғандай. Ал қалған партиялардың өкілдері ол дебатта бағдарламалардың жалпы сөзбен ғана қайырды. Шынын айту керек, бұл сайлауда саяси партиялардың арасындағы тартыс бәсең, ал олардың бағдарламаларын талдап, салыстырып, түсіндіріп беріп жатқаны сарапшылар да жоқ. Дегенмен саясаттанушы Эдуард Политаев Коммониторинг KZ сайтына бір шолу жасапты. Өзіме қызық көрген соң айта кеткенді жөн көрдім. Мәселен, әлеуметтік бағытта аманат 35, ауыл 5, республика 2, компартия 29, байтақ 7, ақжол 4, ЖСДП 9 бағдарлама сұныпты. Білім мен ғылым саласында аманат 36, ауыл 1, республика 15, компартия 3, байтақ 6, ақжол 2, ЖСДП 3 бағдарлама жазған. Денсаулық саласында аманат 16, ауыл 0, республика 15, компартия 3, байтақ 1, ақжол 2, ЖСДП 3 бағдарлама сұныпты. Саяси реформаға қатысты аманат 14, ауыл 1, республика 1, компартия 29, байтақ 14, ақжол 24, ЖСДП 13 бағдарлама сұныпты. Ауылды дамытуда аманат 19, ауыл 11, республика 15, компартия 13, байтақ 6, ақжол мен ЖСДП 5 бағдарламадан сұнған. Бір қызығы қандастарға тек компартия ғана назар аударған. Бірақ мемлекеттік тілде компартияда бір ауыз сөз жоқ. Жалпы алғанда ең көп бағдарлама аманатта 219 шара, ең азы ауылда 25 шара. Саясаттанушы Эдуард Политаевтың жазуынша аманат зейнеткерден бастап жастарға дейін, экономика саясаттан бастап IT технологияға дейін, ауыл мен қалаға дейін көңіл бөлген. Ал басқа партиялар бірлі-екілі салалық бағытпен шектелген. Жеке өз басыма келсем, осы партиялардың ешқайсысына бүйрегім бұрмайды. Бірақ бүгінгі күннің шындығында мойындау керек. Мен қаласам да, қаламасам да, мәжілістегі 68 орынды осы партиялар иемденеді. Әр қайсы 10-10-нан ала ма, әлде басқалай түсе ма, ол енді 19 наурызда шешілетін мәселе. Бірақ бір анығы жоғарыда айтқанымдай, халықта, азаматтық қоғамда екі ғана жол бар. Бірі осы партияларды ерттеп міну, немесе мойнымызға масыл ғып отырғызу. Егер бұл керуенді ерттеп мінеміз десек, ұсынған бағдарламасына зер салып қарауымыз керек. Әйтпесе ертең олар мандат алып алған соң, біз сіздерге ондай уәде берген жоқпыз деп отырудан тайынбайды. Бүгінгі айтарым осы. Амандықта жүздесейік. Ақ пакетпенен, көк пакетпенен сарқылтарым да бар. Алағайын бітті сау болыңдар.